Абай қазақ халқының рухани темірқазығы, дана ұстазы. Оның шығармалары тек 19 ғасырда ғана емес, бүгінгі күні де өз мәнін жойған жоқ. Абай өлеңдерінде білім мен ғылымға ұмтылу, адал еңбек ету, адамгершілік пен әділетті сүю, ел бірлігі секілді мәңгілік құндылықтар дәріптеледі. Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызда Семей облысының Сыртқасқабұлақ жерінде, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Ол қазақтың ірі ақсүйегінің ұлы болды. Бұл оған жақсы білім алуға мүмкіндік берді. Абай араб, парсы, орыс тілдерін, сондай-ақ адами қатынастар мен әлеуметтік процестердің мәнін терең енуге мүмкіндік берген шығыс пен батыстың классикалық әдебиетін оқыды. Биыл ұлы ақын ойшылдың 180 жылдығы атап өтілді. Оның шығармашылық мұрасы тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзаттың мұрасына айналды. Бұл күн тек республикалық деңгейде емес, сонымен қатар халықаралық деңгейде ЮНЕСКО аясында атап өтілді. Қазіргі кезде Абай шығармалары әлем халықтарының 100-ден астам тіліне аударылған. Әлемдік әдеби кеңістік көрнекті ақын зияткер Абай Құнанбаевтың терең философиялық идеялары мен оның классикалық әдеби мәтінінің эстетикасымен байытылуда. Көрменің мақсаты бұл қазақ әдебиетінің байлылығымен таныстыру, Абайдың әлемдік әдебиет пен философияға қосқан үлесін көрсету, ақынның рухани мұрасын сақтау және болашақ ұрпаққа жеткізу. Көрмеде Абай Құнанбаевтың өмірбаяны мен оның өмір жолын ашатын кітаптар мен энциклопедиялар, қара сөздер, онда оның адамгершілік, еңбек пен ағарту туралы ойлары талданады. Сондай-ақ Абайдың әңгімелері мен өлеңдер жинақтары ұсынылған. Олар оның философиясын, табиғатқа деген сүйіспеншілігін, адам өмірі мен қоғам туралы ой толғамдарын бейнелейді. Абай қазақтың ғана емес, бүкіл адамзаттың ұлы. Оның еңбектері әлем тілдеріне аударылып, ойшылдың даналығы шетелдік оқырмағындарға да жол тартты. Бұл оның мұрасының шексіздігінің, мәңгілігінің дәлелі. Құрметті қауым, Абайдың 180 жылдығын атап өту тек мерейтой емес, ол ұлт руханиятына тағызым, болашаққа аманат. Бүгінгі виртуалды көрме арқылы біз ақынның өмір жолына, шығармашылығына тағы бір қадам жақындаймыз. Абай сөзі халықтың жаны, Абай мұрасы ұрпақтың шамшырағы.